Тапсырып түсе алмаған. 1966 жылы Әл-Фараби атындағы мемлекеттік ұлттық университетті оқып бітірген. Шыққан жылы Қоңырат. Дулат Исабековтың отбасы жайында айта кететін болсам, Жары Нұрғаша филолог және балалары жайында. Үлкен ұлы Естияр заңгер, егіз қыздары бар, Айман мен Шолпан. Айман оқытушы, Шолпан фармацевт және 2 немересі бар. Марапаттар жайында айта кететін болсам, Қазақстан журналистер одағының Мұхтар Әуезов атындағы сыйлық лауреаты, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлық лауреаты және мемлекеттік Пинкфулд сыйлығы лауреаты және де Тарлан сыйлық лауреаты. 1997 жылдан Қазақстан Республикасының мәдениеттану ғылым зерттеу институтының директоры болып сайланған. Дулат Исабековтың жекелеген туындылары чех, неміс, поляк тілдерінде жарияланды. Аса маңыздылары алыстан келген ананас, кешегі ауыл және әпке. Мұрагерлер